Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Мен виртуалды ассистентпін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Мағауиннің Шахан шері романының кейіпкерлер әлемі. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау. Шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау. Бүгінгі сабақта шығармадағы кейіпкерлерге тек тұрғысынан талдау жасап, автор идеясын анықтап, өмір шындығымен байланыстырамыз. Біз оқыған романында Шахан шерінің ең басты бейнесі бұл жолбарыс десек болады. Өйткені басында Шахан жолбарыс қалыптасып кеткен. Яғни монологын айта кетсем, мен бар екенмін деп ойлады. Жоқ, мен өлген жоқпын, мен тірімін, атым өшкен жоқ. Сонда қалай? Жоқ, мен өлген. Мен ең бірінші өз қолмен әйелімді және баламды ажалға бергенмін. Содан соң өзім содан кейін өзім өлдім. Ал мына мені тіреп тұрған аты жоқ аруағым бар, ол Шахан емес, бұл шері. Сондықтан да енді менің атым шері болады деп өзім жолбарысқа телінген соң біздің тобымыздың аты жолбарыс. Тамаша, рахмет. Әрекеттің кейіпкер туралы пікірін анықтап жазады, 4 ұпайдан беріледі. Бірінші топқа, яғни жолбарыс тобына Шахан кейіпкер түсті. Екінші топ бізде табиғат тобы, сіздерге ажар түседі. Кейіпкер Шахан, мінезі қабілеті Шахан шері батырлыққа толы, өзінің отбасы үшін бәріне дайын адам. Шығармада аңшылыққа жақын, яғни аңдарды аулайды. Шахан іс-әрекеті жолбарыстан кек алу, яғни отбасын өлтірген жолбарысты таппағанша оны іздеп өлтіруі. Пікірім, Шаханның іс-әрекеті өте ауыр трагедияға әкеліп соқты. Оның жолбарысты өлтіріп өзін жоқ адамға теңеп Шахан шері айналуы менің ойымша өте батыр, шыдамды адамның сәлемдері арасындағы күрестің терең бейнелейтін туынды. Жақындарынан айырылған Шахан қайғыға төзе алмай тек жолына түседі. Бұл оның мінезін қатайтып, адамды болмысынан алыстатады. Менің ойымша жазушы осы арқылы ашу мен кектің адам жанын қалай күйрететінін көрсетеді. Шығарма оқырманды сабыр, кешірім және адамгершілік құндылықтары туралы ойлануға жібереді. Менің ойымша Шахан өте төзімді, өжет кісі. Ол өз отбасын қатты жақсы көріп, солар үшін жолбарыстан кек алғаны оның кешір адам екендігін аңғартады. Жүзі жылы әйел Шахан шерінің жары. Романда ажарқы саусағы епті қолдан іс келетін ақжарқын әйел ретінде суреттеледі. Есепті Меңсұлу деп қойған екен ол кісінің есімін. Кім айталар екен осы тұсын маған? Омырауы толы, менге толы екен ол кейіпкер. Өте сұлу қыз екен. Кейін 2 жылдай Шахан шеріні күтіп, арғарай ол жоқ болғаннан кейін өлді деп есептеп не істеді? Шығармадағы түйінді ойды жинақтап, шағын ой толғау жазасыздар. Шахан бейнесі бүгінгі өмірімізде де шығып жатқан образдар. Роман осындай мәселелерді қозғап, мынандай келелі ой тастайды. Көңілге қонарлық өсиет айтады. Кие көпке қонады, байлық баста, жарлылық жалғыздықта. Елің қонысында, жерің орнында. Ендеше байбалам салма, байыстап. Енді осындай неге тоқтамға келдік. Енді сіздердің алдарыңызда кері байланыс тұр. Романда өлім мен тірі мәселесі, әруақ, жын-пері тәрізді діни нанымдар да кездеседі. Мен бұл жердегі халықтың діни танымының дұрыстығын жоққа шығарғым келмейді. Әруақ шақыру, медет сұрау бойға сіңген қасиет. Әруаққа сену ішінара болсын әлі де ел ішінде болып жататын ұлттық танымға ие іс-әрекеттер. Шахан бейнесі бүгінгі өмірімізде де шығып жатқан образдар. Роман осындай мәселелерді қозғап, мынандай келелі ой тастайды. Көңілге қонарлық өсиет айтады. Кие көпке қонады, байлық баста, жарлылық жалғыздықта. Елдің қонысында, жерің орныңда. Ендеше байбалам салма, байыстап.
ұнады және де өте креативті сабақ болды деп есептеймін. Тамаша. Бағаларыңыз Сол ақыры сол суда көптеген жолбарыстың және тұрған ол көреді және көрген кезде алыстан